Меркінің тұрғыны Әділге рахмет, ол мені Таразға дейін жеткізді. Қаланың кіре берісінде Абзал есімді көрерменіміз күтіп алды. Бұл жігіт біздің тележүргізуші Алмастың досы. Жастар ресурстық орталығында қызмет істейді. Білімді, арман мақсаты биік азамат. Көбісі айтады, Тараздан келдіңіз ба, Тараздан ба деп. Мен аха, я Тараздан дейтін болсақ, сөйтсек қайдан біліп қойдыңыз десек, Тараздың адамдары ғана аха деген сөз айтады екен ғой. Аха жарайды деп әбекең мені түстенуге шақырды. Қарным ашып тұрған едік, қуана-қуана келістім. Дәмханаға кірген едік, мына көрініске тап болдық. Басында мұны антисептик деп ойлап қалдым. Сөйтсе бұл жай су екен. Тараз ыстық қала. Келушілер ылғал ауаны жұтып, сәл де болсын салқындап қалу үшін жасалыпты. Мен бүгін Тараз қаласындамын, танысып қойыңыздар. Нұрлан, Азамат, Ерзат. Азамат мені күтіп алған міне, қалай күтіп алды? Тараз, қош келдіңіз. Менің шаршағаным басылып, көңіл күйім көтеріліп қалды. Мына ғимарат Қарахан кесенесі. Тараз қандай қала деп сұрап едім, жігіттер былай жауап берді. Теуіп қалсаны тарих шығатын жер ғой, біздің Таразша. Сол жерлердің бірі. Айтпақшы, бұл жерде елбасының аманат хаты бар. Бірақ ол 2100 жылы ғана ашылады. Басқаны қайдам, өзім сол күнге жете алмайтын шығармын. Бұл саз балшықтан жасалғандықтан, ішіндегі ылғалды ауа ылғалдылығын сақтап тұрған. Соның есебінен де көптеген азық-түліктер өзінің сапасын жоғалтпай, шірімей, ірімей тұрған болатын. Егер Таразға келіп тұрып, Айша бибі кесенесіне кірмеген, ол өте ұят, былайша айтқанда. Бұрынғы деректерге сүйенсек, қаладағы Қарахан баба кесенесі мен осы Айша бибі кесенесі бір-біріне көрініп тұратын болған. Айша бибіге кіру құны қанша? Құны бір адамға 200 теңгеден. Айша бибінің бейнесі бұл жерде бренд. Түрлі орамал, естелік тақтайшалар, суреттер сатылады. Кожадан селген Айша бибі Қараханның суреті. Мұн таза кожа, үлкені бар. Осы кесенені Қарахан Айша бибіге арнап салды дейді, Аха, мұнан да Айша бибі мұны кесенесі бар. Қанша бұлардың бағасы? Бұлар 1000 теңгеден бұлар бағалары. Мінекей Айша бибі апамыздың кесенесіне келіп зиярат етіп жүрміз. Қайда жүрсе де қазақ халқының қыздарының үлгісі. Міне көшеде кетіп бара жатырмын ғой, бірақ Төле, Айтеке, Қазбек билердің, сонымен қатар хандар мен батырлардың суреттері, мүсіндері өте көп. Тарихтың иісі аңқып тұрады екен бұл қаладан. Маған ұнап жатыр. Мына жерден Тараз қаласы өте әдемі және анық көрінеді бүкіл қала. Менің артында Әулие ата мүсіні көріп тұрғандарыңыздай бата беріп тұр, келушілерге жылы тілегін арнап тұрған сияқты. Тағы бір байқағаным, балалар жастайынан еңбекке араласады. Мұның дұрыс-бұрысын сіздерге қалдырдым. Кештің әдемі батуына мына зауыттың түтіні ғана кедергі. Күн батты, Таразға жан бітті. Лас-Вегас Тараздың қасында ойнамай қалады. Доп теу бәшім мұн теңге кірес лағыз. Оны айтып тұрған себебі мына жерде. Допты тебу 100 теңге, 100 теңге. Мұн теңге емес қой, 100 теңге ғой доп. 10 рет тебес пе? 10 рет Мына жігіт 2 минут тұру керек. Егер бел темірге тартылып 2 минут тұрса 2000 теңге топ алады. Бірақ бұл жігіттің жолы болмады. Менің 100 адаммен танысуым керек еді осы сапарда. Ал сол 100 адамның 10-ы осы тараздықтар. Өйткені бүгін мен өте көп адаммен таныстым. Жалпы Тараз мені жылы мейіріммен, жақсы көңіл күймен қарсы алды. Біле білсеңіздер, бұл жерде ескі көне монша табылған. Ал Тараздың моншасын барлығын мақтайды. Енді қазір соған көз жеткіземіз. Ондағы кадрлардан сіздерге көрсетпеймін, бірақ қалған әсерімді кейін айтып беремін. Ыстық будан әлім кетіп, моншадан кейін бірден ұйықтап қаппын. Сіздерге де Тараздың моншасына баруға кеңес берем. Ал менің жүруім керек. Ендеше жол болсын.